Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында Шалақын ауданының әкімі өткен 10 айды қорытындылады. Қайрат Омаровтың айтуынша, биыл аудан бюджеті 6 миллиард теңгені құрады. Халықтың орташа айлық жалақысы былтырғыдан 10%-ға артып, 258 мың теңгеге жетіп отыр, ал салық 17%-ға ұлғайтылған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласында 43,2 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Осы жылдың қаңтар-қазан айларында аудандағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 4,9 миллиард теңгеге жетті. Биыл қуаты сағатына 50 мың тонна болатын Гранит Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің асфальт бетон зауыты пайдалануға берілді. Іске қосылғаннан бері 68 мың тонна асфальт өндірілген. Құрылыс жұмыстарының көлемі 5 миллиард теңгені құрады. Бүгінгі таңда ауданда 18 мыңға жуық адам тұрады. Жыл басынан бері 1277 адам жұмыспен қамтылған. Ал бірінші қарашадағы жағдай бойынша ауданда 473 жұмыссыз тіркелген, 238 адам мансаптық орталықта есепте тұр. Біздің ауданда бір қатар мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы аясында ағымдағы жылы 31 миллион теңгеден астам сомасы 21 грант берілді. Субсидияланатын жұмыс орындарына 288 адам жұмысқа орналастырылды. 19 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқыту мүмкіндігіне ие болды. 14-і бітіріп 5 оқуын жалғастыруда.